Сәлем достар, бүгін сіздермен медовый бисквит тортының ең оңай жасалатын жолымен бөлісемін. Ұнаса жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаны сарысы мен ағынан ажыратып, ағын миксерлеп аламыз. Сізге керек қанттың жартысын салып миксерлейсіздер. Белогымыз өзінің формасын ұстағанша. Келесі сарысына қалған қантымызды салып, аздап ағарғанша миксерлеп аламыз. Оған бізге керек балымызды салып, жақсылап миксерлеп, жаңағы дайын тұрған белогымызға араластырамыз. Оны миксермен емес, енді силиконовый лопаткамен немесе ағаш лопаткамен осылай асты-үстіне немесе бір бағытта осылай араластырамыз. Енді ең соңғы ұнға ұн қопсытқышыңызды салып, илегіңізден өткізіп, аз-аздан қосып, лопаткамен араластырып шығамыз. Осылай қамырымыз дайын болады. Қатты қою болып кетпесін. Осындай болады. Формамызға салып, 200 градуста пісіріп аламыз. Енді ол піскенше ортасына жағатын кремімізді дайындаймыз. 500 грамм сметанаға 4 ас қасық қантты салып, араластыра саламыз. Болды. Піскен бисквитімізді 3 бөлікке бөлеміз. Сырты қара болса қорықпаңыздар, ол балдың әсерінен сондай болады, күйген жоқ. Міне ортасы жап-жақсы. Енді арасына кремдеріңізді жақсылап тұрып жағып, тортымызды құрастырамыз. Және де жан-жағына да жақсылап жағып, төбесіне, жан-жақтарына печеньені үгітіп, сеуіп, әсемдеуге болады. Енді оформление өздеріңіз білесіздер. Міне осылай тез әрі дәмді болып шығады. Ұнаса жасап көріңіздер. Каналыма жазылыңыздар.